Баршаңызға қайырлы күн, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін мысықтар жайлы қызықты деректермен бөліспекпіз. Мысықтар туралы ең қызықты мәліметтер. Мысықтың әр құлағында 32 бұлшық ет бар. Мысықтарда 4 қатар мұрт бар. Мысықтарда мойын сүйегі жоқ. Бұл олардың икемді болуының бір себебі. Мысықтар ояу уақытының шамамен 30%-ын өздеріне күтім жасауға жұмсайды. Мысықтың жақтары бір жаққа қарай қозғала алмайды. Мысықтарда 100-ден астам дауыстық дыбыс бар. Ал иттерде 10-ға жуық дыбыс бар. Мысықтың мұрттары соншалықты сезімтал. Олар ауа ағынының шамалы өзгеруін анықтай алады. Мысықтарда 26 сүт және 30 тұрақты тіс бар. Мысықтар бойынан 6 есеге дейін секіре алады. Мысықтардың 18 саусағы бар. Алдыңғы аяқтарының әрқайсысында 5 саусақ, ал артқы аяқтарында 4 саусақ бар. Мысықтар күніне шамамен 13-16 сағат ұйықтайды, өмірінің 70%-ын құрайды. Мысықтың бір жыл өмірі адамның 15 жылдық өміріне тең. Үй мысықтарының ең ірі тұқымдарының бірі Мейн-кун. Ең кішкентай мысық тұқымы Сингапура. Ол Сингапурдан шыққан. Олар кәдімгі үй мысықтарының жартысындай. Мысық сағатына 30 мильге дейін жүгіре алады. Мысықтар өте жылдам. Бұл автомобильдің әдеттегі жолда жүретін жылдамдығы сияқты. Ең кәрі мысық 38 жасқа дейін өмір сүрген. Оның аты Крим Пафс еді. Әдетте үй мысықтары шамамен 16-17 жыл өмір сүреді. Мысықтар жайлы қызықты деректер өте көп. Біздің берген мәліметтер қызықты болған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.